Өмірдегі ең маңызды нәрсе өлгеннен кейінгі жағдайың. Жұмаққа түсесің бе, тозаққа түсесің бе? Мәңгіге қайда боласың? Мәңгілік деген қаншалық ұзақ? Есептеп көріңіздер, Сахара шөлін алайық. Онда құм көп, Енді сондағы бір түйір құм 1000 жыл деп ойлап көріңіздер. Өлесің де тозаққа түсіп жанасың. Мәңгілік, соңы жоқ. Бұл дегеніміз қаншалықты ұзақ екенін ойлап көріңіздер. Сахара құмы біткенше, әр 1000 жыл сайын бір түйірді алып тастап отырасың. Міне, бір түйір құмды алу үшін 1000 жыл күтесің. Одан кейін екінші құмды алу үшін тағы 1000 жыл күтесің. Тағы күтесің. Қаншалықты ұзақ? Елестетіп көрдің бе? Американың пайда болғанына 200-ақ жыл болды. 1000 жылға жету үшін әлі 800 жыл күтуіміз керек. Сондықтан бір күні өліп, тозаққа түсуі мүмкін деген ой менің зәремді ұшырады.